Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша, әлемдегі апиын өндірісінің 85% Ауғанстанда жиналады. Орталық Азия мен Қазақстан арқылы апиынның 65, героиннің 80% сыртқа шығарылады. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 2014 жылы есірткіге қатысты 3385 қылмысты анықтады. Тәркіленген есірткі 26 тонна 247 килограммды құрады. Оның 233,3 килограммы героин. Есірткі трафигі мен заңсыз көші-қонның жолын кесуді қоса алғанда, Ауғанстанмен байланысты проблемалар кешенін шешуге қатысу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында орта мерзімді перспективаға арналған маңызды басымдық болып қала береді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы жарлығына жігіттер, мына аласапыран заманда аман қалғанымыз, мына қазынаны елімізге тепе-тең қылып таратып береміз деп ант етіңдер. Ант етемін. Ант етемін. Бір-бірден алыңдар. Жаныңдар. Артынан еліңді өтті.
Қайдан жүрсің? Кеше босатып жібереді оны. Сен шыққанша таңға дейін. Рас па? Иә, рас. Таң атқанша дейін. Айтпақшы, адвокатты тауып қойдым. Мына түріммен қазір адвокат тұрмақ, өзім шошым. Кешке не істейсің? Кешеге бұл жерге барсақ қайтеді. Рахмет. Кешек концертте жетеді, шаршадым, демалам. Рита, айтпақшы, жігіттер менің Самади, шын атын Алмас болады. Танысып қояйықшы. Әсем. Қуаныштымын. Онда кешке қарай телефонмен хабарласып қояйын. Звонда? Үйге дейін апарып тастайын ба сені? Үлкен жолға дейін. Енді жақсы болып кетуі мүмкін. Мына дәрі-дәрмек мықты дәрі. Дәрі-дәрмектер және жұмысым үшін ақшамды алдым. Енді бір Алланың қолында. Күнде өзім келіп қадағалап отырамын. Қызым, сен ойымдама. Балам жақсы болып кетер. Мен бір жұмыс үшін алдынан ақша алғам. Бір-екі күнде қайтып келем. Сені қобалжыма. Үйге ие бол. Балаңа қара, дәрігердің айтқанын істе. Бірақ менің артынан шығушы болма. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Дайынсың ба? Әке! Ай, шал, сен немене бір жылдық сапарға дайындалған сияқтысың ғой, а? Сен мына жолдың қандай қауіпті екенін осы уақытқа дейін білмейді екенсің ғой. Әке. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз мынаны ұмытып кеттіңіз. Неменеге үрей болдың? Үйден шықпа деп едің ғой, бар үйге. Мынау кім? Қызың ба? Немене? Бірінші рет көріп тұрсың ба қызды? Аты кім? Шаруаң болмасын. Оталдырады пәлеңді.
Жарек жоқ. Кеттік. Ашуланба. Сәлеметсіз бе? Салем. Қайықшыны іздеп жүрем. Итбалықтар аралына баруым керек. Мен фотографпын. Қызыл кітаптағы су жануарларын түсіруге келдім. Мағлұметтер абден ақылынан адасқан екен. Сендерде не? Еркек атауы құрыған ба? Мен күткен жауап бұл емес. Жүрейді. Мақұл. Іштеген ойнағанымыз жетет енді. Итбалықтар басқа жаққа көшіп кетті. 3 айдан кейін келдіңіз. Есімің кім болады, сұлу қыз? Әсем. Асем? Адем есім екен. Жүріңіз, өтіңіз. Сен полицияға түсіп қалды деп естіп едім. Қалай болды? Түнгі клубта отыр едік. Маски шоу басталды. Бірақ таза болдым. Әрине. Құтылдым. Көк тиын түссе болды. Ресторан, түнгі клубтардан шықпайсыңдар. Мен сендерге қарапайым болу керек деп айтып едім ғой. Біз елімізге шыққан келеді. Елдің алдына шығатын сайқымазақсың ба не? Онда циркте барып жұмыс істемейсің ба? Не келдің? Елімізге. Осақ па? Күннен күнге жұмыс істеуге қиын болып барады. Осыны әрең жинадым.
Тимур, мүмкін жастарды қанатын қосып, мектеп, колледж дегендей бәрі қайнасып отыр. Біріншіден, кімді қосып, кімді жұмсауды мен шешемін. Екіншіден, мектеп, колледж дегенде атамандар деп ескертіп едім ғой. Үшіншіден, Темір! Не болды? Жігер! мен балалардың тағдырына балта шапқызбаймын тірі кезінде. Ұқтың ба? Жоқ, Темір! Болмайды ол! Темір, жоқ! Баламен машақаты көп. Егер бір бала өлсе, майдан көкесін сол кезде көресің. Бүкіл полиция артымызға түсіп, қаңғыртып жүреді. Тентіреп жүреміз, нанды таба алмай. Түсіндің ба? Түсіндім, Тимур! Түсіндің ба дейді? Түсіндім, Темір! Ойнайсың ба? Жоқ. Игорь. Әдем ұрды. Ойнай беріңдер. Дага. Маған жігіттерге бер. Ананың артынан көз сал. Көзі қипақтап тұр. Түсіндім. Мына бала сенімен бірге барады. Мынау жағдайға ұрынып, бірдеңе болса бізге жол көрсететін адам керек. Бірақ сен келіскен уақытта қайтуға тырыс. Артында қыздарың қалғанын ұмытпа. Сен өлсең, оларға кім бас көз болады? Ұқтың ба? Сен де мені мұқият тыңда. Егерде қыздарының басынан бір тал шаш түсетін болса, ісім сенімен болады. Шал, қорқытады ғой. Болды, жолға шығыңдар. Кездескен жерде күтеміз.
Заман-ай десеңші. Бір кездері жайлауды жайлаған, Маңғыстауды бойлаған, мыңғырған малы бар, қалың ел едік, жаңа үкімет келіп. Малымызды кәмпескеге салып, өзімізді қуғынға салды, балам. Ол кезде мен жас едім. Әке! Әке! Әке, қызылдар қол жетіп қалды. Олай болса ауылды алды шекарадан асып кетебі. Әке, мен де қалайыншы? Жоқ, ауыл саған аманат. Өзің бас көз бол. Қош бол, Алла берген балам. Енді қайтеміз? Қызылдар жақындап қал. Біздер жолын бөгуіміз керек. Тәуекел, кеттік. Мақұл, жүрейік.
Ал енді мына дастархан келетін болсақ, біздің бөлімнің дастарханы міне мынандай болу керек. Оғыл ал енді талабың оң болсын деген бүгін дейтін қызметіңді керемет дәстүрлі бөлімнен бастайын деп отыр екенсің. Тағы да қош келдің. Ал енді мынау енді бидайдан жасалған бір сусан. Жоқ, мен ішпеймін. Құрса? Ішіп көрген емес. Үлкеннің қолын қақпа. Жоқ, мен ішіп көрген емес. Заңды бұзба. Үлкен ұсынған екен, алып қой. Ұста айналайын, ұста. Ал, ал, кел айналайын. Керемет. Қош келдің інімай. Қарсақ, сөндір. Екінші тілек қалай боласыз міне? Келесі тілек мына тәртіп сақшылар үшін. Яғни өзіміз үшін. Ол үшінші тілек қой. Неге? Екі аяғың тең болсын деп отқан жоқпын ба? Екі аяғың тең болсын, сен айтуың керек. Кел. Екі аяғың тең болсын. Айналайын. Ал, кел. Айналайын. Ал кеттік. Саршыдай сапқа құрған балалар Шуарым менің маңғыстау Тұмарым менің маңғыстау Сағынып айтар мәңгілік Жүрегім менің маңғыстау Шуарым менің маңғыстау Құмарым менің маңғыстау Сағынып айтар мәңгілік Жүрегім менің маңғыстау Айталып келе жатыр. Ой, құрыдық. Бұл не? Тойлап жатырсың ба? Ана теннистеріңе айт. Егер ертең жұмысқа кешігіп келетін болса, не болмаса ауыздары бұррақ келетін болса, пинг-понгтың көкесі сонда көрсетем. Түсіндің бе? Маратжан, айталып па? Масқара. Масқара болдық қой, әй. Маратжан ұят болды ба? Ертең пинг-понгтың көкесін көрсетем. Сағат 8-де болмасаңдар, ауыздарынан иіс шығып тұрса, пинг-понгтың көкесін көрсетеді. Өздерің ба? Не істедік? Дәстүр. Енді сенің құрметіңе де бір түшкені бір алып тасташы мына құрғырды. Қап болма да жігіттер. Бір жол енді қате кетті. Құрсын шай. Құй, арсақ. Маратжан. Ойбай, Маратжан ау. Бұндайдың әлі көкесін көресің сен. Ойбай, талай пинг-понг. Негіз бар ғой. Мына бастықтың келгені бар ғой. Манағы дейтін тілек біздің
бөлімнің ең дәстүрлі тілегінің бірі басшылар үшін деп тұрып алып қоюымыз керек еді. Ha? Ендеше? Тұрайық. Подполковник Айталиев бастаған басшылар үшін. Жігіттер. О, ассалаумағалейкум, Теміржан. Ассалаумағалейкум, қымбатты Бексұлтан аға. Көптен бері хабарласпай кетті деп айыпқа бұйырма. Кейінгі кезде шаруа көйіп қол тимей кетті. Айтпақшы, жақында кептерді ұшырмақпын. Солардың бірі адасып, сіздер жаққа барып қалса бас көз боларсыз. Кептер біз жаққа қай уақытта ұшып келу керек? Ол енді ауа райына байланысты. Күн жақсы болса, 1-2 күнде барып қалады. Аспанда қырғи көп. Солардан аман есен өтсе болды. Қырғиды қарға ететін өз жерімде шамам бар. Алаңдамаңыз. Келістік. Түсіндім. Жақсы. Ага! Кептер қарсы алу керек. Керемет.
Соңғы кезде тауарларымыз өтпей жатыр. Жастардың көбісі ақ-ұнтақты сұрайтын болды. Оны кім сатып жатыр, ешкім де білмейді. Елмен араласу, сұрастыру деген бар ма? Не, сол қиын болды ма? Жүріндер ауыздарын аңқитып. Өзі өте қу екен. Арттарынан жігіттерді жіберіп едік, сатылып кетті. Бұлай істе. Жігіттерді кафеге апарып аямай тойдыр. Сол кезде біреуі сайрап береді. Сол мен жетпей ма? Дайын ауданды бөтен біреуге бере салатын біз әлі байған жоқпыз. Түсінікті ма саған? Түсіндім. Ал не отырсың? Бар жұмыс істе.